Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын осындай тәп-тәтті торттың рецептісін көрсетемін. Бұл тортты жасаған адам міндетті түрде қайта-қайта жасай бергісі келеді. Соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге айран керек болады. Айранымыздың үстіне бір қасық содамызды саламыз. Осыны венчикпен араластырамыз. Және 1-2 минутқа реакция бергенше күтеміз. Үстінен қантымызды саламыз, сұйық майымызды құямыз және жұмыртқамызды саламыз. Және де венчикпен тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымыздың тек жарты бөлігін салып, осыны тағы да венчикпен араластырамыз. Содан соң қалған бөлігін салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Массамыздың үстіне какаомызды салып, осыны тағы да жақсылап венчикпен араластырамыз. Массамыз толықтай дайын. Енді осыны 24 диаметрлік формамызға құйып аламыз. Және де лопатканың көмегімен осылай тегістесеңіздер де болады. Немесе видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар да болады. Осыны 180 градуста пісіреміз. Крем жасаймыз. Кремге ең алдымен қантымызды саламыз. Және 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне ұнымызды саламыз. Осыны венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Және де сүтіміздің тек қана жарты ғана бөлігін құямыз, қалған бөлігін құймаймыз. Осыны бірыңғай масса болғанша жақсылап венчикпен араластырамыз. Және де баяу отқа қойып, венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Тоқтамастан араластырамыз. Ендігі кезекте қалған сүтімізді құямыз. Осыны массамыз қоюланғанша араластырамыз. Біздің креміміз қоюланды. Енді осыны оттан алып, үстіне сары майымызды саламыз. Сары майымыз міндетті түрде жұмсақ, бөлме температурасында болуы қажет. Осыны венчиктің көмегімен араластырамыз. Осыны таза ыдысқа құйып аламыз. Бетін пищевой пленкамен ауа өтпейтіндей етіп, дәл видеода көрсетілгендей бетіне пищевой пленка жабамыз. Осыны кемінде 4-5 сағат тоңазытқышқа салып қоямыз. Ең алдымен кремімізді толықтай бөлме температурасында суытамыз. Содан соң тоңазытқышқа саламыз. Біздің бисквитіміз дайын. Енді осының пергаментін алып тастаймыз. Бетін кесіп аламыз. Бұл жері қатты жер болады, сондықтан осы жерін кесіп тастаңыздар. Енді бисквитімізді ортасынан бір бөлеміз. Бисквитіміз міндетті түрде толықтай суы қажет. Тортымыздың бетін кесіп алған осындай крошкаларды лақтырмаңыздар, ол керек болады. Келесі тортымызды жинаймыз, үстіне кремімізді осылай салып шығамыз.
бетін текстеп аламыз. Тортымыздың бетін жабамыз және осының сыртына да крем жағамыз. Және жаңағы крошкаларымызды блендердің көмегімен немесе қолмен осылай үкітіп сасаңыздар болады. Осыны кемінде 5-6 сағат тоңазытқышқа салып қоямыз. Біздің тортымыз дайын, өте дәмді әрі өте нәзік болып шығады. Шаймен ішсеңіздер тіптен керемет болады. Достар, сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің арнама тіркеліңіздер және Instagram парақшама да тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда әлі керемет видеолар болады және осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.